алдында бірнеше эпизод өтті. Мықтыңыз. Рахмет үлкен. Әйел адам жауап береді. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі подкастқа қош келдіңіздер. Бүгін біздің подкастымызда ерекше тұлғаны таныстырғалы отырмын. Оратор, көптеген адамдардың өміріне әсер еткен ұстаз және де Қазақстандағы этикет мектебінің негізін қалаушы Сая Абдуғани. Подкастқа қош келдіңіз. Қош көрдік, Жанел. Ендеше біз сіздің жолыңыздан бастайық. Өз жолыңыз туралы қысқаша айтып келсеңіз, этикет әлеміне қалай келдіңіз? Өте жақсы сұрақ. Этикет деген дүние жалпы менің өмірімде бір таңсық дүние деп те айта алмаймын. Және бір кітап арқылы, білім арқылы ғана келдім деп те айта алмаймын. Этикетке мен үлкен тәжірибемен келдім. Өмірдің ағымының өзі соны талап етіп, өмірде этикетті білмегендіктен таяқ жегенімнен осы этикеттің қаншалықты адам өміріне маңызды екенін түсініп келдім. Сонда ең алғаш мен этикетпен айналысамын деген сізде қашан туындады? Түсінік па? Иә. Мен парламентте 12 жылға жуық қызмет атқардым. Этикеттен жұрдай болдым алдында. Жұмысқа тұрар барысында. Университет бітіріп, жас маман болып келгенімде қатты қиналдым. Білмеген нәрсем көп болды. Содан жұмыстан мен 2017 жылы бас тартып кеттім. Сол уақытта Астанада халықаралық Астана деген фестиваль болды. Сол фестивальға қатысып, мен шығармашылық ана номинациясының жеңімпазы болдым. Сол номинациядан кейін өте көп ұсыныстар түсті маған. Көп ұсыныстардың бірі жеке меншік мектепте этикеттен сабақ беретін лектор болыңыз деп ұсыныс келгенде мен бірден бас тартқан болатынмын. Жоқ, мен этикеттің маманы емеспін, сіздер кешіріңіздер, қателестіңіздер. Мен этикетке еш қатысым жоқ дегенімде, біз сіздің жоқ деген жауабыңызды қабылдай алмаймыз. Аудитория себебі сізді сұранып отыр. Сіздің сабақ бергеніңізді қалап отыр. Сіздің барлық өмірбаяныңызды, барлық еңбек өтіліңізді, тәжірибеңіздің барлығын біз білеміз деді. Сондықтан тағы да сізге уақыт береміз ойлануға, сіз маман болсаңыз деп қалап отырмыз деп. Ондай болатын болса, енді шешінген судан тайынбас деп көрейін дедім. Бастап көрейін. Егер сонша енді халық сұрап отыр екен, ел сұрап отыр екен, сенім артып отыр екен, ондай болатын болса, жарайды, мен бастап көрейін, бірақ маған бағдарламаны кім дайындайды? Енді сіздердің дайын бағдарламаларыңызды мен шығып лекция ретінде оқып, айтып беруіме болатын шығар, енді қолымнан ол келер дегенімде, біз барлығымыз бағдарламаны сізден күтіп отырмыз. Біз бәріміз де сізден үйренеміз деп дайындалып отырмыз деді. Сол бастан мен бас аяқ, енді жалпақ тілмен айтқанда, этикетке қадалып тұрып, тіреліп тұрып, бас аяқ сүңгіп кеттім. Осылай мен этикетке өзім қалай келгенімді білмей қалдым. Жұмыс барысында маған ұнады. Кәдімгідей менің мына ығыма қарай жығылатындай дүние екенін сезгендіктен мен бұдан шаршамадым. Күн өткен сайын, күн, түн, ұйқысыз қанша түндер өтті. Білім алу жолында. Мына этикетті оқу бір бөлек. Біздің қазақтың діліне, менталитетіне сай етіп келтіру, оны бір бөлек басқа. Сондықтан мен осыны даму жолында, осыны зерттеу жолында мен шаршамадым. Шаршамағанымның себебі, маған ұнағанның себебі, жалпы этикет дегеніміз бұл әдеп. Бұл әдеп деген дүние менің әжемнің бала күнімнен бізге айтып отырған сабақтарменен ұштасатын дүние екенін байқағанымда өте бір жаным рахат тапты. Көңілімдегі көптеген сұраққа жауап туындады сол уақытта. Жауабын алдым. Сондықтан әдеп ережелерін құру барысында, этикетті Қазақстан Республикасына енгізу барысында әжемнің сабақтарына көп негізделдім. Себебі әжем менің қазақ тілі әдебиетінің маманы болған, филолог кісі. Шахида Абушахманқызы Райымбекова
Мұхтар Әуезов және Сәбит Мұханов бабаларымыздың ең сүйікті шәкірттерінен болған. Керемет жауап. Ал сіз жалпы айтқандай, түрлі қиындықтарға тап болдыңыз, жалпы зерттеулер жасадыңыз. Осы қазіргі жұмысыңызға сізді ең көп шабыттандыратын нәрсе не? Ең үлкен шабыттандыратын дүние, әрине мен бұл салаға тек әжемнің сабақтары немесе бір кітаптан алған білім емес, жалпы маман болу үшін тек қана кітаптан алынған білім, тыңдаған ақпараттың аз екені ол түсінікті дүние. Сондықтан мен халықаралық этикет мектебіне оқуына түсуіме тура келді. Білім алып шығып толыққанды мамандандырылған кәсіби маман болмайынша мен өзімді маман деп айта алмаймын. Бірақ осы маман болып шыққан кезімнен бастап дәл қазір мені шабыттандыратын дүние менің қазақ елімнің болашақтағы ұрпағымның салиқалы болуы, солардың әдепті болуы, солардың әрқайсысы этикетті білсе деймін, әрқайсысының бойында қазақтың ділі дарыған, қазақтың діңгегі сіңген, ұлттық тәрбиеміз бойына дарыған мықты ұрпақ болса екен деген үлкен сенім. Осы нәрсе мені қатты алға жылжиды, қатты сенім береді. Мен оған қатты сенемін. Ендеше келесі сұрағым, жалпы сіздің мектебіңіздің Қазақстанда танылуы үлкен еңбек. Осы жолда сізде қандай сәттер есте қалды? Өте жақсы сұрақ. Көз алдымда бірнеше эпизод өтті. Құлаған кездерім де болды. Қанатымды кеңге жайып, қыран құс болып ұшқан кездерім де болды. Қай уақытта ұшам? Мен жұмысымның нәтижесін көргенде ұшам. Мен халықаралық этикет мектебін бітіргенімде, біз оқуға түскенімізде 160 адамға жуық оқуға түскен болатынбыз. 54 адам болып бітіріп шықтық. 60-қа жетпей. Солардың ішінде 2 қызыл диплом болды. Бірі Германияға кетті. Германияда үлкен кісі, 50-ден асқан бір үлкен кісі оқыды, сол кісі алған болды. Екінші қызыл дипломды маған берді. Мен күлдім. Осы қыздан құтылайықшы деп берген шығар. Қызыл дипломды қызға бітіремін деп ойлаған жоқпын. Бірақ ең алдымен оқуға түскенімде Қазақстаннан біз 2 адам болып оқуға түстік. Екінші кісі қиналды басында. Мен ары қарай оқымайын деді. Жүріңізші дедім, оқыңызшы, үй тапсырмасынан қиналамын, мен сізге көмек берем дедім. Мен сізге көмек берем, және сіз маған керексіз қасыма. Неге? Себебі неде қиналасыз деп едім. Мен басқа мемлекеттен, әлем бойынша отырмыз ғой енді ол жерде мамандар. Өзге әсіресе мына шетелдің азаматтары, әйелдері отырған кезде, айтып отырғанда, мен олар сияқты айта алмаймын сабақты. Мен қысылам, менің орысшаға сөзім жетпейді деді. Өзге тіл тұрмақ. Сонда мен айттым, дәл тілден қиналмаңызшы. Акцентпен сөйлеуден қорықпаңыз. Керісінше, қараңызшы, Саидмұрат Давлатовты қараңыз. Акцентін оның ешкім естімейді, құлағыңызға майдай жағады. Шалва Александрович Аманашвили. Акцентіне ешкім оның назар аудармайды, себебі оның беріп отырған құндылығы маңызды. Сөзінің парқы шетімізге жеткізіп айтады. Сөзінің құдіреттілігі өлшеусіз, оған теңгелетін дүние жоқ. Вахтанг Кикабидзе керемет актер. Өзі дүниеден озып кетсе де, фильмдерін қалай сүйсіне тамсана қараймыз. Оның акцентіне ешкім назар аударып тұрған жоқ. Акцентте тұрған ештеңе жоқ. Керісінше, тіліміз сақталу үшін акцент қазақ тілінде болу керек. Бірақ мен бұл жерде тіл мәселесін көтергім келіп тұрған жоқ. Бұл жердегі нәрсе, тіліңізге бола артқа шегінбеңіз. Үй тапсырмасын орындауда мен сізге көмек беремін. Сіздің менің қасымда болғаныңыз маңызды. Неге? Екеуміз бүкіл әлемнен келіп отырған мамандарға қазақ деген ұлттың кім екенін көрсетуіміз керек. Мен жалғыз өзім оны жасай алмаймын. Біз оқу бітіргенде мынандай нәрсе болу керек дедім. Тоқтаңдаршы, біз осы сұрақтың жауабын осы қазақтың келіншектерінен сұрайықшы. 1-2 әйел оқиды бізде, екеуі де мықты. Қазақ деген бір ұлт бар екен. Түсініктері де, түйсіктері де ерекше болады. Солардың этикетті талдауына біз тәнтіміз.
деген дүниеге екеуміз жетуіміз керек. Екеумізді көрген кезде ұлтқа олар баға бере алады. Жалғыздың үні шықпас. Жалғыз жаяудың шаңы шықпас дейді. Сондықтан екеуміз соңына дейін жүрейікші. Бірақ өкінішке орай олай болмады. Ол кісі соңына дейін жете алмады. Бірақ оқуды аяқтаған кезде расында сол біздің топта біздің мұғалімнен кейінгі менің пікіріме өте қатты назар аударатын болды. Мұғалімнің пікірінен кейін орысша өттік қой біз енді сабақта. А давайте послушаем, а что скажет Сая по этому поводу? Сая, скажите, пожалуйста, а как вы думаете по этому поводу? Деп өзім түсініп, келесі пікір, менің пікірім маңызды екен. Содан соң, онда да мен өзге ұлт, мәселе бұл жерде мойындату емес. Қазақтың ділінің мықты екенін, қазақтар этикетке өзге ұлттарға қарағанда, ТМД мемлекетінің өзге ұлттарына қарағанда бір табан жақын екенін дәлелдеп көрсеткім келді. Жақсы ойменен. Жақсы, сіздің жолыңыз шынымен де маған да, тыңдармандарға да мотивация болады деп ойлаймын. Ендеше сіздің жолыңызды аздап білгеннен соң, енді жалпы этикет жайлы сұрақ қойсам. Ең бірінші, жалпы қазір қоғамда әртүрлі этикет туралы түсінік қалыптасқан болатын. Мысалы, мен балалық шағымда этикет жайлы ойлағанда есіме принцессалар түсетін. Сонда мен этикетті ханшайымдарға теңейтінмін. Сол кездері олар мультфильмдерде әрдайым әдемі тамақ ішетін, күлетін, өзін жақсы ұстайтын. Сол балалық шағымнан бастап этикет сондай түсінікке ие болды менің түсінігімде. Ал сіз осы саланы тереңнен зерттейтін маман ретінде этикет деген не сұрағына қалай жауап бересіз? Этикет дегеніміз не? Қазақ тіліне аударғанда этикет дегеніміз ол әдеп. Әдеп. Иә, дұрыс айтасыз. Әркім өзінің көз алдына елестетіп алған образ бойынша қалыптастырады. Қалай қабылдағысы келсе, солай қабылдайды. Біреуінің көз алдында ол тек қана пышақпенен, шанышқыменен тамақ жеу болып елестейді. Біреудің көз алдында тек қана мейрамханадағы отырыс, даяшыға тапсырыс беру, біреудің алдындағы әдемі көрініс болып елестетіледі. Біреу оны, өзіңіз айтып отырсыз, мультфильмдердегі кейіпкерлер ұқсап. Әдемі киінеді, әдемі жүріс-тұрыс, әдемі өмір салтын сүру дейміз, иә? Кейбіреулер оны әдемі сөйлеу деп қабылдайды. Зиялы ортада ғана тік жүріп, тік қадам басып, осы тура жүріп, тура барып, тура келудің салдары деп ойлайды. Жалпы әдеп деген дүние қай кезден бастап үйретілу керек, қай кезден бастап оны біз іске қосуымыз керек, қай уақыттан бастап оны бастауымыз керек, қай жерде ұстануымыз керек дейтін болсақ, таңертең тұрғаннан бастап түнде төсекке жатқанға дейін. Немесе басқа тілде айтқанда, қай салада ұстануымыз керек? Барлық салада. Белгілі ортада жалпы этикет дегеніміз ережесі өзіңді және өзгені сыйлау мәдениеті. Сыйластықтың ең басы өзіңнен басталады. Өзіңді құрметте. Және ешкімге кедергі жасама. Өзгені де құрметте. Белгілі ортада өзін дұрыс ұстау ережелері. Бірақ жаңағы біз айтып өткендей, белгілі ортада өзін дұрыс ұстау ережелерінің жинағы бола тұра, этикет дегеніміз біреудің алдындағы жасандылық емес. Нағыз әдепті тұлға, нағыз салиқалы тұлға. Қай уақытта өзін салиқалымын деп айталады? Өзіңіз айтып отырғандай ханшайымдар. Қай уақытта біз өзімізді ханшайымға лайықпыз деп теңей аламыз? Біреудің алдындағы белгілі ортада ғана әдемі ұстап емес, оңаша
жалғыз қалған кезде де өзімізді солай ұстаған кезде. Есіңізде болсын, естеріңізде болсын, құрметті жастар. Мәдениет еш уақытта сәннен кетпейді. Кез келген ортада өзіңізді өте жоғары, өте биік деңгейде көрсете аламын, мен соған лайықпын, мен дәл сондай боламын дейтін болсаңыз, онда әдеп қашанда жоғары орында тұрады. Әдепті әдетке айналдыруды үйреніңіздер. Оңаша жалғыз қалған кезде. Осы оңаша жалғыз қалған кезде этикеттің барлық ережелерін біз біреудің алдында, белгілі ортада, белгілі жерде ғана, белгілі ортада ғана қалай ұстайтынымызды білетін болсақ, оңаша жалғыз қалғанда дәл сол ережелерді өзімізге де ұстанатын болсақ, сол уақыттан бастап ол біздің мінез құлқымызға айнала бастайды. Мінез құлқымызға, дағдымызға айнала бастайды. Міне, мінезіміз қалыптасқан кезде, жалпы біздің ойымыз біздің әрекетімізді құрайды. Біздің әрекетіміз біздің мінезімізді жасайды. Ал мінез адамның тағдырын құрастырады. Сондықтан адам тағдырын өз қолыменен өзі әдеп арқылы, мәдениет арқылы, сұлулық арқылы жасай алады. Рахмет үлкен жауабыңызға. Енді өзіңіз не түсіндіңіз осыдан? Жалпы этикет бұл жай ғана ереже жинақтары емес. Тек қана бір нәрсені ұстанып жүру емес. Жалпы ол түсінік, ой, оны қалай көрсетесің, өзіңді қалай ұстайсың. Сонымен қатар ол тек қана қоғам арасында, қоғам алдында ғана өзіңді ұстау емес. Өзің жеке жалғыз болсан да, өзіңді дұрыс преподносить дейді ғой, көрсету. Өзіңе өзің дұрыс көрсету. Ал жаңағы дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Ал жаңағы сіз айтып отырған мультфильмдегі бас кейіпкерлер, ханшайымдар, кез келген қыз баласы ұлтқа маңызды емес, ұлтқа қатысты емес, ол дінге де қатысты емес. Жер бетіндегі кез келген қыз бала дәл сол мультфильм кейіпкеріндегі ханшайым болуға лайық. Сұлулық, әдемілік, мәдениет, әдептілік қашанда жоғары орында, бірінші орында тұрады. Өз өмірлеріңізді дәл сондай етіп жасап ала аласыздар. Ол адамның өзінің қолында. Жалпы мынадай дүние бар. Алла тағала маңдайына не жазса сол болады дейді. Иә, ондай, ол рас. Құдай тағала пешенемізге не жазады, адам тіптен осы дүниеге шыр етіп келгеннен бастап, оның маңдайында жазылып тұрады тағдыры дейді. Дегенмен де. Хадисте де бар ол нәрсе. Енді хадистің нәрсесін біз сабақ барысына қоспай қояйық. Себебі діни тақырып, этикет бойынша бұл тақырып. Жақсы. Сіз айтқандай ереже жинағы, бірақ кейбір адамдар оны дұрыс түсінбейді. Себебі кейбір адамдар этикет туралы қате түсінік қалыптастырып, кейін оны шектеу ретінде қарастырады. Сіздің ойыңызша этикет деген адамның еркіндігін шектеу ме, немесе керісінше аша ма? Өте жақсы, өте дұрыс қойылған сұрақ. Этикет дегеніміз, әдеп дегеніміз, бұл тәкаппарланып суық ханшайым секілді жоғарыдан қарап отыру емес. Бұл суық ережелердің жинағы емес. Ең әуелі бұл шынайылық. Мына ережелерді дұрыс пайдалана отырып, осыны өмірімізге, салтымызға, біздің ділімізге, қанымызға енгізетін болсақ, бұл керісінше үлкен мүмкіндік. Бұл кеңістік. Біздің мектебімізде оқушылар, ең алдымен оқушылардың айтатын сөзі, этикет дегеніміз бұл еркіндік. Неғұрлым бізге мектептің қабырғасының ішінде ыңғайсыз, қиын болатын болса, өзімізді неғұрлым көбірек ыңғайсыз, шектеумен, қатал ережелермен қатал ұстайтын болсақ, соғұрлым біз табалдырықтан шыққаннан соң мектептен кейін өзімізді сыртта, кеңістікте
қоршаған ортада еркін ұстаймыз. Неге? Себебі біз мектепте оқушыларды өмірде кездесетін қиын сәттерге енгізіп қоямыз. Буллингке ұшыратамыз, буллингтің ең қиын сәтін жасаймыз, және сол сәттен әдеп бойынша, этикет бойынша, мәдениет бойынша қалай шығу керек, соны үйретеміз. Неғұрлым осы жерде шыңдалып, өздерін толығымен дұрыс алып шыға алатын болса, үлкен өмірде олар ондай дүниеге еркін қарайды. Олар біледі, не нәрсені қалай қабылдау керектігін, және қалай кез келген қақтығыстан салиқалы шығу керектігін. Ондай нәрсеге қалай ұшырамау керектігін. Этикет дегеніміз бұл тек қана, алдында біз айтып отырғандай, асхана этикеті емес, дастархан этикеті емес. Бұл мейрамханаға барып шанышқы пышақпенен қалай кесіп жеуді үйрену емес. Бұл ең алдымен кез келген ортада, кез келген қиындық жағдайда салиқалы шыға алу. Қиындықты дұрыс жеңе білу. Өзіңді нағыз даналықпен, нағыз ханшайым ретінде жасақтап, мінез құлқыңды қалыптастыру деген сөз. Ол керісінше мүмкіндік, шынайылық және де үлкен даналық береді. Өте қызықты жауап, себебі бұрында да менің түсінігімше этикетті шектеу ретінде көрген болатынмын. Менің ойымша бұл қоғамда ең таралған пікір болып саналады, себебі көп адам этикеттің терең мағынасын түсінбейді. Келесі сұрақ. Қыз келіншектер мен жігіттер үшін этикет айырмасы бар ма? Қыз келіншектер мен жігіттер ұлдармен, әрине бар. Бұл жерде этикет егер гендерлік көрсеткішпенен бөлінетін болса, ер азаматтар және қыз балалар этикеті дейтін болатын болсақ, мысалы бар, ол өте көп. Мысалы дастархан этикетін өзін алатын болсақ, текстильді салфетка. Мына салфетканың өзін біз алдымызға қалай жаямыз? Алдымызға жаятын кезде тұйық жағын өзімізге қаратып жаямыз, ашық жағын тіземізге қаратып жаямыз. Әйелдер, қыз балалар, біз екіге бүктеп жаямыз оны. Толығменен екі тіземізге толық жаямыз. Ер азаматтар оң аяғына жаяды. Неге? Бұл жерде де логика. Жалпы этикет дегеніміз бұл өте оңай дүние. Логикамен бір байланыстырып алатын болсаңыз, еш уақытта сіз оны ұмытпайсыз. Бұл бір велосипед айдауды үйрену секілді. Теориясын мен сіздерге беремін, ал осыны тәжірибе жүзінде іске асыра отырып қана сіздер оны үйреніп ала аласыздар. Мысалы, ер азамат пенен қыз бала. Жалпы, қалай ойлайсыз, Жанел? Мысалы, ер азамат, қыз бала. Қай жағында ер азамат жүру керек, қай жағында қыз бала жүру керек? Ер азамат. Екеуі міне бізге қарап тұр. Мынау ер азамат, мынау қыз бала. Менің ойымша ер азамат оң жағында жүреді. Қайсысы ер азамат, қайсысы қыз бала? Көрсетіңізші. Қай қолым менің ер азамат болу керек? Бізге қарап жатыр, иә. Иә, бізге қарап тұр екеуі. Мынау ер азамат, осы қыз бала. Деп ойлайсыз, иә? Солай ойлайсыз. Мынау ер азамат, мынау қыз бала деп ойлайсыз, иә? Екеуінің түрі бізге қарап тұр. Әйел адам ер адамның оң қолы болып саналады. Сондықтан әйел адам әрдайым ер азаматтың оң жағында жүреді. Сондықтан енді ер адам, әйел. Әйел адам, екеуінің түрі бізге қарап тұр. Иә. Қараңыз, түріне қараңыз екеуіне. Ер адам, әйел. Себебі, енді түсіндіріп беріңіз. Себебі, әйел адам ер адамның оң қолының қасында жүру керек. Себебі жалпы оң қолы болып саналады. Дұрыс. Бірақ бір жағдай бар. Әйелдер оң жағында жүрмейтін кездер. Бұл әскери қызметкерлер. Себебі олардың сондай бір сенімі бар, олардың қолдары қаруға дайын тұру керек. Қауіпсіздікті сақтау үшін олардың оң қолдары қару алуға үнемі әрдайым дайын тұру керек деген сеніммен әскери қызметкерлердің әйелдері ер азаматтарынан сол жағына қарай жүреді. Ал қалған кездері, барлық кезде әйел адам ер азаматтың оң жағында жүреді. Сондықтан дастарханға жайғастыру барысында, мысалы, әйел еркек болып отыр. Ер азамат
Мысалы, мен ер азаматпын. Менің екі жағымда екі қыз отыр. Мен қайсысына қызмет көрсетуім керек? Сол жағындағы мама, әлде оң жағындағы мама? Оң жағында. Оң жағындағыға. Мгм. Себебі оң жақта менің қасымдағы әйелім менің оң жағымда отыру керек. Дұрыс қой? Мгм. Мен ер азамат ретінде оңға қарай әйелге тамақ салып, оған қызмет жасап, оған жағдайын жасап жатқан кезімде тағамның басым бөлігі қайда түсуі мүмкін? Менің оң аяғыма түсуі мүмкін. Мгм. Сондықтан осы логикамен байланыстыра отырып, ер азаматтар текстильді салфетканы оң аяғына жаяды деген ереже Мгм. бар. Өте қызықты. Мен бұрында осы жалпы әйел мен ер адамның арасындағы айырмашылықты, этикеттегі айырмашылықты білген жоқпын. Өте Тағы бір қызықты. айырмашылығын айтайын ба? Енді ол өте көп, біз ол туралы шексіз айта береміз. Тағы бір айырмашылық. Мысалы, ер азамат, қыз бала. Амандасу. Ер азамат пен қыз бала қалай амандасады? Мгм. Ал маған айтып беріңізші, Жанель, осы уақытқа дейін сіздің білуіңіз бойынша, міне, ер азамат, қыз бала Мгм. қалай амандасады? Бір-бірімен ба? Бір-бірімен. Кім бірінші амандасу керек? Ауызша, және содан соң қол алысады дейік. Қалай? Менің түсінігімше, ер адам бірінші амандасады. Қалай? Ауызша, қол созып? Яғни қол созып, сосын ауызша айтады. Амандасты ауызша, қол созды. Мгм. Содан соң Әйел адам жауап береді. жауап береді, амандасады және қол созады деп ойлайсыз, иә? Иә. Енді мен сізге этикеттің ережесін айтайын. Мгм. Ер азамат сый құрметті кімге көрсету керек? Әйелге. Әйел адамға көрсету Мгм. керек. Демек, енді ер азамат бірінші қайсысы амандасу керек? Ер азамат деп айттық, иә? Ер азамат ауызша амандасады. Сәлеметсіз бе, Айжан ханым? Айжан ханым да оған жауап береді. Сәлеметсіз бе, Нұржан мырза? Жауап берді. Мгм. Содан соң, Нұржан мырза қол соза ма? Созбай ма? Созады шығар. Созатын шығар. Созады шығар. Өз еркі, созуы да мүмкін, созбауы да Иә. мүмкін. Бірақ көбінде қате жіберілетін дүние, ер азамат бірінші әйелге қол созады. Әйелдің қолын ұстауға ешкімнің құқы жоқ. Жеке территориясын сақтап қалу әр адамның өзінің жеке шешімі, Мгм. жеке талғамы. Сондықтан ер азамат егер әйелге қол созып қойса, Мгм. әйел қолын бермеуге құқы бар ма, жоқ па? Жоқ. Қалай ойлайсыз? Негізі құрмет көрсету үшін Қол созады. Иә, қол созады. Жауап береді. Иә, жауап береді. Ал егерде әйел қолын созбаса, ол этикетті бұзушылыққа жатпайды. Бұл жерде білместіктен ер азамат бірінші қолын созып қояды. Еш уақытта ер азамат әйел затына бірінші болып қолын созбайды. Әйел өзі шешеді. Рұқсат ете ме оған қолмен амандасуға, рұқсат етпей ме? Бірақ біздің менталитетімізге бұл кішкене келмейтін дүние, тәжірибеде өтпейтін дүние, бұны этикетті білетін адамдар ғана солай жасайды. Жалпы көп жағдайда енді ер азаматтар қол созса, ол қол созғандарына мен де қол созып жауап беремін. Ол адамды ыңғайсыз жағдайға қалдырмау үшін. Және де этикеттің тағы бір ережесі, этикетті білмеген адам, этикетті білетін адамның алдында еш уақытта кінәлі емес. Ол үшін оны кінәлай алмаймыз. Ең алдымен этикеттің ережелерін өзіміз білуіміз керек, және соны ұстауымыз керек. Еш уақытта біз өзге тұлғаны этикетті білмегені үшін тіптен ғайбаттай алмаймыз, кінәлай алмаймыз. Сол себепті мен жауапты қолымды созамын. Жанель, мен тағы бір нәрсені үйреткім келіп отыр. Бұл жастарға қажетті дүние, осы амандасу барысында. Мастер-класс. Егерде сізге өзіңіз қаламайтын адам сіздің қолыңызды алып амандасты. Мысалы, ер азаматпын мен, қол создым. Сіз маған жауап қайтардыңыз, қол создыңыз, иә? Мені сіз құрмет ретінде қол созып тұрсыз, жауапты ретінде. Ал енді сондай ер азамат тартып бетіңізді сүйіп алу мүмкін. Дұрыс па? Дұрыс емес. Дұрыс емес. Ал осындай, бұл жерде ыңғайсыз жағдайда қалатын кім? Әйел. Қыз баласы. Ыңғайсыз жағдайда қалады. Осыны тоқтатуды үйрете алады.
Көрсетейін ба? Иә. Қызық па? Иә. Оны сіз және қасыңыздағы ер азаматтан басқа ешкім байқамайды. Бірақ ол түсінеді. Сіздің оны тоқтатып тұрғаныңызды. Қалай тоқтатамыз? Егер де сіздің қолыңызды алып, тартып, амандасып жататын болса, ол жағдайда қалай біз амандасамыз? Амандасу барысында мына шынтағымызды денемізге қатты қысып аламыз. Қысып алып. Денемізге қатты қысамыз және толығымен алақанды былай ұстап амандаспаймыз. Мына ұшымен ғана ұстаймыз және түрімізде қобалжу сезімі көрінбеу керек. Күлімсірейміз, шынайы күлеміз және сөзімізді тоқтатпаймыз. Демейміз, ондай нәрсе жасамаймыз. Біз ол адамның есімін білеміз ғой. Егер ол үйленген адам болатын болса, отбасы мүшесін сұраймыз, әйелін, бала шағасын сұраймыз. Егер ол жас жігіт болатын болса, анасын, құрбыларын, достарын, оған жақын адамдардың қалын сұрағандай әрекет жасаймыз. Мысалы, Нұржан, отбасылы ер азамат делік. Мына шынтақты өзімізге қысып қаламыз да, ары қарай қолымызды жібермейміз. Содан соң мына жерінен қолымызды, мына жерінен қаттырақ қысып қаламыз. Қатты қысып қаламыз да, жүзіміз қандай болу керек? Күлімсіреген болу керек. Сәлеметсің бе, Нұржан? Қалдарың қалай? Балалар аман ба? Келіншегің жақсы ма? Айжанға сәлем айт. Міне. Бірақ мына мен көрсетіп тұрмын. Бұны мына арақашықтыққа сіз енгізбей тұрғаныңызды тек қасыңыздағы тұлға ғана біліп тұр. Қоршаған орта сіздерді көріп тұрған адам. Еш уақытта оны сезбейді. Енді қазір, Жанел, сіз мені тоқтатыңыз. Мен сізге ер азамат ретінде бетіңізді сүйуге жақындайын. Сол уақытта дәл мен айтқан нәрсені сіз жасаңыз. Қалайсың, Жанел? Сәлеметсіз бе? Сәлем, өзің қалайсың? Бала шаға қалай? Молодец, умница, жарайсыз. Керемет. Кәдімгідей мен ішінің мықтылығының күшін сезіп тұрмын. Мықтылысыз. Жарайсыз. Рахмет үлкен. Рахмет. Осындай кейспен бөліскеніңіз үшін үлкен рахмет. Өте пайдалы болды. Енді біліп тұрамын. Енді сіз сұрақтарға жауап бердіңіз, үлкен рахмет. Сізге өзіме де және де тағы оқырмандарға да өте қызықты болатын қазір этикеттің 3 қарапайым, бірақ бәрімізге пайда әкелетін ережелерін айтып кетсеңіз. 3-еуін. Ең қарапайым, бірақ бәрімізге пайда әкелетін. Мен айтар едім, әдепті болу үшін, этикетті білу үшін, этикетті тұлға болу үшін ең алдымен адамға қажетті бұл адамгершілік дүние. Еш уақытта адамгершілік қасиеттеріңізді жоғалтпауға тырысыңыздар. Екінші, өзіңді сыйла. Өзіңнің арманыңа, өзіңнің мақсатыңа адал бол. Және үшінші ереже, сіздің қойған мақсатыңыз, сіздің қойған арманыңыз өзгелерге тек пайда әкелетін. Және сол үшін сіздің нәпақаңыздың мол болатынына кәміл сенімді болыңыз. Жақсылық жасаудан шаршамаңыз, тайынбаңыз. Неғұрлым жақсылық жасаған сайын, соғұрлым ол сізге бірнеше есе болып қайтады. Жақсылыққа жақсылықпен күтпеңіз. Бүгінгі ашық әңгімемізге үлкен рахмет. Сіздің сөздеріңіз және де білдірген ойыңыз кәсіби мамандығыңызды және де өзіне деген сенімділігіңізді көрсетеді. Үлкен рахмет. Менің ойымша бұл подкаст өзіме және де тыңдармандарға өте пайдалы болды. Маған да өте қатты ұнады. Себебі мен бүгінде бір емес саған ақпарат бере отырып, қаншама адамға ақпарат бере алдым деген сенімдемін. Ал біздің басты мақсатымыз әдепті, этикетті әрбір шаңыраққа жеткізу. Ендеше келесі подкастқа жолыққанша сау болыңыздар. Тамаша болды, Жанел, маған ұнады сұхбат.